Ақтөбедегі Автолат сауда орталығының сатушылары наразылық білдіріп отыр. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сарыағаш ауданы Жүзімдік ауылының тұрғындары мен диқаншылары гидроэлектростанциясына зәру. Петропавлдық кішкентай Нұртас Калинға шұғыл түрде көмек қажет болып отыр. Ақтөбедегі әлеуметтік бейімдеу орталығын паналаушылар көше кезуге шықты. Ақтөбедегі Автолат сауда орталығының сатушылары наразылық білдіріп отыр. Өйткені мамырдың 1-нен бастап сауда орталығындағы орынды жалға алу ақысы 15%-ға қымбаттайды. 1 мамырдан бастап сауда орындарын жалға алу ақысы 15%-ға қымбаттайды. Запказ ярмарка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әкімшілігінің бұл жаңалығы бутиктер мен контейнерлерді жалдаушы саудагерлерді қуантпағаны анық. Автолат сауда орталығының ашынған сатушылары редакциямызға хабарласты. Мен осы Батыс Қазақстан ярмаркасында бір бутигін енді жеке жалғап отырған адаммын. Осы кішкентай да бір бизнесіміз бар. Басында келген кезде 55 мың аренда болған. Одан кейін көтерді. Ол процент білмеймін, енді, наверное, 30%-ке жақындайды шығар, 72 қылып көтерді. Жарайды, ол кезде сауда жүріп жатты. Қазір енді осы соңғы уақытта доллар көтеріліп жатыр, рубльді түссе то көтеріледі. Бәріміз товарды барып аламыз жан-жақта, например. Соған байланысты товардың бәрі көтеріліп жатыр. Енді осы кризистің уақытында, шамалы айдың арасында, аренданы 15%-ке көтеруіне мен өз ойым қарсы деп. Ай сайын мен бір орынға 36, екінші орынға 45.500, тағы да қоймаларымыз бар, оларға да төлемақы өткіземіз. Бұл ақының көтерілуі қазіргі таңдағы мына сауда орындарының ай сайынғы төленетін ақысына біз келіспеушілік танытып жатырмыз, жеке кәсіпкерлер атынан. Себебі мына мемлекеттік бағдарламада антикризисный бағдарлама деп жатыр. Қазір президенттің жолдауы да бар, ежегодный, жыл сайынғы өзінің жолдауында жеке, кіші және орташа бизнесті қолдау керек деген үлкен стратегиялық бағдарламалар бар. 15 жылдай арендовать етіп тұрмын бутигім бар. Қазір бәрі қымбатшылық уақыт түсінеміз арендада. Но бірақ та біздегі біріншіден ренжитін себебіміз бізге ескертпей ештеңе істемей, кешегіде 47 мың төлейтін, маған келді администратор неграмотный келді, мына 56 мың төлейсіз деп айтып қалды. Оны бірінші ескерту керек. Собрание жасау керек. Біздің қарау керек. Біздің де жағдайымызды қарау керек. Біздің де кредитіміз бар. Біздің де қазір кризисный уақыт көру, ешқандай сауда жоқ. Бүгін таңертеңгісін біздің директорымыз Олег Гусевич Насыровқа барғанымызда бізбен сөйлеспей есігін жауып алды. Бірнеше бутикті жалға алып отырған Жадыра Жұматова енді айына 230 мың теңге төлемек. Басында 900 мың теңге көлемінде несиесі бар. Ал контейнер жалдаушы Лиза Құрманалинаның ендігі жалдау ақысы 47 мың теңгеден 55 мың теңгеге өспек. Онсыз да сауда жасауға қолайсыз дағдар жағдайында бұл қалтаны едәуір жұқартады дейді қосалқы бөлшек сатушылар. 20 жыл бұрын ашылған Запказ ярмарка базарының негізін қалаушы және директоры Али Насыровтың айтуынша, қаржылық дағдарыс тек жалдаушылардың емес, жалға берушілердің де қалтасын жұқарта бастады. Кәсіпкер шешімін осылай түсіндірді. Действительно, мы повышаем арендную плату на 15% в среднем. Бағаны өсіру туралы біз қыстан бері ойлап келдік. Бұл шешімге біз мәжбүрлі түрде барып отырмыз. Ешкімді ұстамаймыз. Бізге коммуналдық қызмет ақысын төлеу қиынға соғып отыр. Бұрынғы несиелерімізді жабу керек. Біздің бұл әрекетіміз заңға еш қайшы емес. Ақтөбе бойынша арзан баға тек бізде. Экономикалық дағдарыс бәріне ортақ. Запказ ярмарка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Али Насыровтың айтуынша, 1 шаршы метр аумақты жалдау құны 1400-ден 3500 теңгеге дейін. Ал жалға алушылардың сөзінше соңғы рет баға 2013 жылы 5-10%-ға қымбаттаған. Саудагерлер осыны алға тартты, бірақ басшылық 15%-дан еш төмендетпейтінін ашып айтты. Ендігі үміт облыстық кәсіпкерлер палатасында дейді сатушылар. Айта кетейік, Автолат сауда орталығында 400-ден астам саудагер бар. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сарыағаш ауданы Жүзімдік ауылының тұрғындары мен диқаншылары гидроэлектростанциясына зәру. Себебі Ащысай каналындағы су ащы болғандықтан ол егінге кері әсерін тигізіп отыр. Жүзімдік ауылдық округіне қарасты 4 елді мекенде 3,5 мыңнан астам халық тұрады. Негізгі кәсібі егіншілік. Жер еккен ағайын ағын судан тапшылық көріп отыр. Диқандар тоқырау заманында арнасы бітеліп қалған Ащысай каналына суды жеткізе алмай, көптен бері әбігерге түсіп келген. 2000 жылдан бері ғой. Біз осы проблема өте үлкен проблема. Жаз көктем басталғаннан біз су басталады, айқай.
елді ұйымдастырамыз. Міне әзір енді жоқ. Арық проблема болып қалды. Жаңа айттым ғой, бір жарғабақ басталған. Сол жарғабақ бізге ылайқаны әкеледі. Ол енді жылда қазбаса болмайтын тірлік. Біздің зарымызды естіп, өткенде мойнына алды. Міне бастады. Жарымның қазып бітті. Мына арықты қазам деп отыр. Сонда халықтың сәл болса тұрмысына бір ықпал ететін шығар деп отырмыз. Он 15 шақырымдай қазылған каналмен аққан ағын су енді тек егістікті суғарып қана қоймай, ауыл ағайындарының аулаларындағы көкөніс пен жемісі жетілдіруге мол мүмкіндік береді. Мемлекет меншігіндегі каналдың күтімі осындағы коммуналдық мекемеге жүктелген. Технический жағдай өте жақсы, откостар шыққан. Бұл жерге кемінде бір 2 жыл мынау судың ықыластығына болмаса пайдалануға болатын жер. Өте тамаша қазылып жатыр. Қазір 8600 метр жерді түгел тазалаудан өткізді. Қазір қалғанын да тазалап беремін деп отыр. Мұнымен мәселе толық шешілмейді дейді ауылдағылар. Атауы айтқандай, Ащысай каналындағы су тұзды болғандықтан ол егінге кері әсерін тигізеді. Бұл күрделікті шешу үшін шағын гидроэлектростансасын салу қажет деп отыр белсенділер. Мәселені шешу үшін Келес өзеніне қазір біздерде кішкене гидроузылдар салып жатыр, тармақтар. Ол электр энергиясын өндіреді. Мысалы, Келес өзенінің осыдан 16 километр жерде үлкен гидро жаңа сооружение құрылған құрылыс, ол жерден ток өндіріп жатыр. Мына Ошақты каналына да сондай құрылды, ол жерден ток өндіріп жатыр. Егер де мына жерде сондай каналды салса, тойсы гесті салса, бұл жерден ток өндіреді. Бұл әрі ауылды электрмен қамтамасыз етеді. Әрі бұлардың ауыз суын да, мына егіннің суын да мол алуға, таза, тәтті өзен суын алуға болады. Бұл мәселе жоғары деңгейде шешімін тапса, Жүзімдік ауылдық округіндегі игерілген жер еселеніп, егіс алқаптары ұлғаяды. Есесіне ауылдықтардың әлеуеті де көтеріледі. Петропавлдық кішкентай Нұртас Калинға шұғыл түрде көмек қажет болып отыр. Дәрігерлер 4 айлығында бала сал ауруы деген диагноз қойған. Петропавлдық кішкентай Нұртас Калинға шұғыл түрде көмек қажет. Дәрігерлер 4 айлығында балаға сал ауруы деген диагноз қойған. Осы кезден бастап Нұрталастың ата-анасы аурухана есігін тоздырды. Қазіргі таңда Нұрталас 1 жас 9 айда. Кішкентай бүлдіршін өз еркімен жүрмейді, тіпті басында қозғалта алмайтын көрінеді. Қазір балам 1 жас 9 айда, үнемі осындай мазасыз қолда ұстап жүреміз. Түрлі дәрі-дәрмек береміз, көп дәріні іше алмайды, құсып тастайды. Анасының айтуынша Нұрталастың ұйықтауы да қиын. Балаларының жазылып кетуіне Қытай елінің дәрігерлері көмекке келіп отыр. Ата-анасы Нұрталасты өткен жылы Қытайға апарып келген. Содан бүлдіршін біршама жақсарып қалған. Енді тағы да ем-дом қабылдау үшін 10 000 ақш доллары қажет. Мұндай қаражатты Калиндар отбасы өздері жинай алмайды. Сондықтан қайырымды жандардан көмек сұрайды. Хотим, чтобы он у нас хотя бы сидел, кушал. Оның ең болмаса жүріп отырғанын көргіміз келеді. 100% жазылып кетеді деп ешкім айтпайды. Дегенмен жазылып кетеді деп сенеміз. Егер де сіз кішкентай Нұрталастың өміріне атсалысқыңыз келсе, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуыңызға болады. Ақтөбедегі әлеуметтік бейімдеу орталығын паналаушылар көше кезуге шықты. Олардың арасында Ресей, Украина, Беларусь азаматтарының жүргені анық болып отыр. Мыңтұрған Жұлымханов кезінде ауқатты адамдардың бірі болды. Әскерден келген бойда отбасын құрат, алға ауданда шаруашылықпен айналысып, мал ұстаған, трактор айдап жер жырттым деп еске алады ол. Бір сәтте ішімдікке салынып, отбасынан ағайын туыстан айырылып қалған қаңғыбас атанады. Мыңтұрған Жұлымханов қайыр сұрайтын бөтелке теретіндердің де ортасынан орын таба алмапты. Қазір оның бейімдеу орталығынан басқа барар жері жоқ, өйткені туғандары бас тартып отыр. 70 жастағы қарияның құжаттары жоғалған. Туған жері Орынбор облысы Ақбұлақ ауданының архивіне хат жазыпты. Бұл іспен көші-қон полициясы айналысып жатыр. Алайда 2 жылдан бері еш нәтиже жоқ. Қарияның бар арманы құжаттарын қалпына келтіріп, зейнеткер атану, туыстарына қосылу. Мен тілегім ауырмастыр қамай документтен істетіп, балдырға маларыма жақындайын деп едім. Арман мен тек соларды көріп, документ істетіп атсам, сол тек арман. Жұмыс істей алмайсыз? Жұмыс істемеймін, болды. Істер едім, көзім көрмейді. Мынада далаға да шығармайды мені. Бұлай жүрем, жұмыс істеймін, басыманен құлақ қойырым. Бейімдеу орталығы негізінен 65 адамға ғана шақталған, бірақ мұнда келушілердің саны жыл сайын артып келеді. Қазір мекемеде 62 адам тұрып жатыр, келіп кетіп жүргендері көп. Қалғандары күн жылығасын көше кезуге кірісті дейді орталық басшысы.
Қазір күн жылына бастады, и адамда азайып бара жатыр. Көбі деген болады, самовольно кетіп қалады, или ішіндегі тәртіпті бұзып, арақ ішеді, сол үшін біздер шығарып жібереміз. Жыл сайын көбейіп жатыр не екен. Біздер деген ночлежка аштық қой. Ночлежкаге где-то 20-30-ға дейін барады адамдар, күн салқындағанда. И осында жатқан постоянно адамдар 80-ге дейін барады. И 100-ден асып кеткен. Орталық тұрғындарының тағдыры әртүрлі, барынан айырылып, дымсыз қалғандармен қатар ішімдікке салынып, туғандары бас тартқандары көп. Мекеме басшысы Сабырғали Дәулетовтың айтуынша, бала шағасы туған туыстары бар азаматтарда паналап жүр. Жазда күн жылғасын деген мүгедектер ғана қалады. Инвалидтер қалады. Бұл кететін мүмкіншілік жоқ, кете алмайды. Солар қалады. Аяқ қолы балдар кетіп қалады. Сосын күн салқынға қарсы тағы жинала бастайды. Документтер бәрін полностью дайындаймыз оларға. Тамақты 3-4 мезгіл тамағын ішеді, төсек орын алмастырады. Мына жатқан жерлері жылы. Но қазір уақытта деген, енді қазір самовольно шығып кетсе, біздер деген бір жыл бойы ала алмаймыз. Енді қазір деген күзде келсе де біздер ала алмаймыз заң бойынша. Орталыққа түскен тұрағы жоқ адамдар әуелі медициналық тексеруден өтеді, жұқпалы аурумен ауыратын, ауырмайтыны тексеріледі. Мұнда оларды жуындырып, киіндіріп, 4 мезгіл тамақпен қамтып отыр. Мүгедек немесе қариялар қарттар үйіне жіберіледі.